Сәлем достар, сіздермен бірге Q-Leaf арнасы. Бүгінгі видеомда мен сіздерге жер шарындағы ең қорқынышты 5 орынның екінші бөлімін ұсынғалы отырмын. Сіздер осы видеоны лайкпен қолдай отырыңыздар. Сагаданың аспалы табыттары. Әлемдегі ең қорқынышты үрей туғызатын жерлердің бірі Филиппин аралындағы Сагада провинциясы болып есептелінеді. Өйткені бұл жерде жартаста жүздеген аспалы табыт тұр. Жерлеудің бұл түрі әлі күнге дейін қолданыстан шықпаған. Мәйіт бұзыла бастамауы үшін оны арнайы затпен өңдеп, жарға табытын іледі. Бұл әдіс тұрғындар арасында қатаң құпия ретінде сақталған. Италиядағы оба ауруы аралы. Павелия Италияның солтүстігінде орналасқан шағын танымал аралдардың бірі. Жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша, Рим империясы кезінен бері бұл аралға обамен ауыратын науқастар айдалған екен. Сондықтан бұл аралда 160 мыңға дейін адамның мәйіті жерленген. Және жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша, өлген адамдардың жаны елестерге айналып, осы аралда толып жүр екен. Ал тылсым құбылыстарды зерттеуші адамдар бұл аралды жер бетіндегі ең қорқынышты жерлердің бірі деп атайды. Тогодағы Акодесева базары. Бұл базар магияға сенетін Африка тұрғындары ағылатын жер. Базардан қабыланның басы, маймылдың құйрығы, қолтырауынның тісі, құстардың тұмсығы секілді оғаш тауарларды кезіктіруге болады. Тұрғындардан бөлек туристер де бұл жерді тамашалауға келеді. Ал кейбірі базарды қарғысқа толы деп айналып өтуге тырысады. Бірақ та осындай тауарларды көріп көзі үйренбеген адамдар бұл жерге келген кезде денесі тітіркеп шошынуы мүмкін. Сол үшін бұл жер әлемдегі ең қорқынышты жерлердің бірі болып есептелінеді. Германиядағы қаңырап қалған аттракциондар паркі. Әлемдегі ең қорқынышты үрей туғызатын жерлердің бірі болып есептелінетін Германиядағы 1969 жыл салынған Шпре парк болып есептелінеді. Бүгінде бұл мекеннің құпия жағдайда қаңырап қалғаны соншалық, ол жерде жүрудің өзі қорқынышты болып көрінеді. Мальта азаптау мұражайы. Мальтаның алғашқы астанасы Мдинада жер астына салынған азаптау орнының мұражайы бар. Бұрын ол жерде түрме болған, ал тұтқындардың азапталу сәттері мұражайда дәлме-дәл көрсетілген. Тіпті азапталып жатқан адамдардың дауыстары да жазбаға жазылып, мұражайдың ішінде ойнатылып тұрады. Мінеке достар, әлемде осындай да қорқынышты орындар бар екен. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, онда лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де осы әлемдегі қорқынышты 5 орынның сіздерге өте қорқынышты болғаны қайсысы, және қай қорқынышты орынға барғыларыңыз келетін комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Q-Leaf арнасы, және келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Thank you.